Ассалаумағалейкум бауырлар. Өткенде бір бауырдың сұрауы бойынша ГВО бағдарламаларын, яғни газ қондырғыларының бағдарламасын қайдан қалай жазып аламыз деп сұраған болатын. Ол үшін міне кез келген браузерден Яндекс немесе Google іздеу сайтына кіріп, іздеу жолағына программа для ГВО деп жазамыз. Сол кезде поискіні бассаңыз, осындай сайттар ашылады сіздерге, тізімдер. Әртүрлі нелер тұр ішінде. Соның ішінде мысалы программа для настройки ГВО Gigatronics. Осы сайтты өзім көп қолданамын. Сондықтан көрсете кетейін баршаңызға. Басқа да программалар бар. AES Stack-тың сайты. Gigatronics-тың ішінде Stack-тың программалары да бар осы сайтта. Жалпы көп газ қондырғыларында осы контроллер қолданылады ғой. Gigatronics немесе Stack. Мінеки. Қасында контроллердің суреті көрсетілген. Осы міне официальный сайт еді, нақты өзінің сайты. Мінеки. Gigatronics IQ4 қапталында контроллердің суреті көрсетілген. Мінеки. Gigatronics Maxi 2, Gigatronics Power 4, 6-8 цилиндрлі. Барлығын енді жанында көрсетіліп тұр, өздерінің қасында барлығы контроллердің фотосы көрсетіліп тұр. Жалпы контроллердің сыртында маркасы жазылады. Сол бойынша программасын тауып алып жазып аласыз. Мінеки. Мына енді бұл драйвер. Жалпы жетерлік ететін әр дүние. Осы драйверді міндетті түрде жазып алып орнатасыз. Міндетті түрде драйвер. Бұл диагностикалық USB-ді компьютер оқу үшін керек. Мінеки USB. Бұл USB-ді қайдан қалай табуға болатындығын көрсеткен видеоларым бар жалпы. Каспи магазиннен табуға болады. Әрі кетсе бір 20 мың, 15 мың мен 20 мыңның аралығында бағасы. Алып қолдануға болады. Яғни диагностика жасауға осы USB пайдалануға болады. Мінеки осы барлық көрсетілген бағдарламалармен осы USB арқылы диагностика жасаймыз. Мінеки қасында тағы блок Stack 300. Stack болса контроллер осы бағдарламаны алып жазып қолдануға болады. Мінеки Stack 400. Шеден барлық бағдарлама бар. Көбіне осы Gigatronics пен Stack фирмасының контроллерлері көп қолданылады. Жалпы қазіргі таңда қолданыстағы осылар ғой. Қазір мен қондырып барлығын көрсете кетем. Қалай қондыратынын да көрсетем. Ешқандай қиындығы жоқ. Мінеки мысалы Gigatronics 4-6-8 цилиндрлі. Осыны көрсетейін. Үстінен басасыз. Жүктеп атыр өзі. Бағдарламаны бірден басқанда жүктейді. Бірден жүктейді компьютерге. Енді менде қазір интернет жылдамдығы шамалы болып тұр. Казактелеком. Жалпы Казактелеком өте жай жұмыс жасайды. Жасыратын дүние емес. Барлығы да білетін шығар.
жазылды. Üstüne basамыз. Мінеки жазылды. Яғни бізге бұл мұрағат болып келеді, архив, яғни архивтен ашылады. Бірден осы жерден орнатылады бағдарлама. Көшінен 2 рет басқанда окейді басамыз. Далее. Мен кез келген бағдарламаны қалай орнатамыз, компьютерге дәл солай бұны да орнатамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Галочка қойып, енді завершить басқан кезде бірден бағдарлама ашылу үшін осы жерге белгі қойып жатырмын. Мінеки бауырлар, бағдарлама ашылды. Енді бұнымен қалай жұмыс жасау керектігін мен алдыңғы видеоларда көрсеткен болатын, қарасаңыздар болады. Бұл жерде толыққанды бәрін айтпай қойын. Осылаймен жазып аламыз, USB арқылы пайдаланамыз. Және тағы ескертетін жайт, мана басында да айттым ғой. Драйвер міндетті түрде жазып алу керек. Бұл USB-ді компьютер тану үшін. Бұны да көрсете кетейін қалай орнату керек екен. Бәлкім біріне түсініксіз болар дегенім ғой. Басамыз. Терезе ашылады. Далее басамыз. Драйвер жүктеліп жатыр. Орнатылып болды. Готовыны басамыз. Осылайша орнатып алып пайдалана берсеңіздер болады. Бұл сайттың сілтемесін описание бөлімінде міндетті түрде қалдырып кетемін. Бәлкім біріңе көмегі тиер деген ойда салған болатынбыз. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болайық.